Саламатсыздар ма, құрметті білім алушыларым. Текебатыр Қарпықұлы атындағы жоғары колледж Қазақстан тарихпәнінің оқытушысы Муслим Сейтжан Даулғажыұлы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстанда 1916 жыл ұлт-азаттық көтеріліс. Сабақтың мақсаты қазақ халқының мемлекеттік егемендікті қалпына келтіру үшін жүргізілген күресін зерттеу, Қазақстанның мемлекеттік егемендігінен айырылуының себеп-салдарын анықтау. Бүгінгі сабағымыздың жоспары көтерілістің барысы, Жетісудағы көтеріліс, Торғайдағы көтеріліс, көтерілістің жеңілу себептері, көтерілістің тарихи маңызы. 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің басталу себебі 1916 жылы 25 маусымда патша үкіметінің Түркістан мен дала өлкесінен 19-43 жас аралығындағы 500 мың адамды қара жұмысқа алу туралы жарлығының шығуы себеп болды. Қазақ даласында патша жарлығына көзқарас әртүрлі болды. Оларға тоқтала өтсек, феодалдық басшы топтар және жергілікті әкімшілік адамдары бұл жарлықты қолдап шықты. Екінші топ революцияшыл топ өкілдері. Бұлар Жангелдин, Иманов, Бокин, Әшекеев, Мамбетов тағы да басқалары. Бұлар қара жұмысқа барудан бас тартып, халықты көтеріліске шақырды. Үшінші топ өкілдері либералдық демократиялық зиялылар. Олар Әлихан Бөкейханов, Байтұрсынов, Дулат тағы да басқалары. Бұлар патша үкіметімен келісімпаздық бағыт ұстанды. Ұлт-азаттық көтерілістің негізгі қозғаушы күші қазақ жұмысшылары, шаруалар, қолөнершілері болды. Жетекші күш халықпен тығыз байланысты ел басшылар, негізінен үстем тап өкілдері болды. Көтеріліске қатысушы төңкерісшіл демократияшыл зиялылар өкілдері Жетісуда Рысқұлов, Бокин, Әшекеев, Саурықов тағы да басқалары. Торғайда Жангелдин, Иманов, Орал облысы мен Бөкей ордасында Меңдешев, Әйтиев басқарды. Маңғыстауда Мыңбаев көтеріліске басшылық етті. 1916 жылы көтеріліс бүкіл Қазақстанда Орта Азияны, Сібір мен Кавказдың бір бөлігін қамтыды. 1916 жылы 23 желтоқсанда генерал-губернатор Куропаткиннің құпия жарлығы шықты. Ол жарлықта мынандай мәселелер хабарланды. Басқармалардың лауазымды адамдары, төменгі полициялық шенділер, имам, молда, медресе шәкірттері, есепші бухгалтерлер, үкіметтік оқу орнындағы оқушылар, жоғары лауазымдылар, дворяндық және құрметті азаматтық құқықтан пайдаланатындар қара жұмысқа шақыртылудан босатылды. Көтерілісшілердің әрекетіне тоқталып өтетін болсақ, қара жұмысқа шақырушылардың тізімдерін жою мақсатын қойды. Олар өз алдына борышқорлық және салық тілхаттарын, жер сату жөніндегі құжаттарды жою, болыс басқармаларын, болыс аудандарын талқандау, патша әскерімен қақтығысқа түсу болды. 1916 жылы ұлт-азаттық көтерілістің аса ірі орталығы Жетісу қаласы болды. Жетісу өңірінде қарулы қақтығыс шілде-тамыз айында бұқаралық сипат алды. Революцияның ірі ошағы Қарқара аймағы 5000 көтерілісші Қарқара жәрмеңкесін қоршап, Кравченконың жазалау отрядын талқандады. Масыловтың жазалаушы отрядтары 220-ға жуық көтерілісшілерді оққа ұшырды. Жетісу көтерілісшілерінің жетекшілері Әшекеев, Бокин, Мамбетов, Саурықов тағы да басқалар болды жалпы. Көтерілістің басшыларының бірі Тоқаш Бокин үгіт насихат жұмыстарына басшылық етті. Соғыстың халыққа қарсы сипатын түсіндірді. Феодал топтардың сатқындық рөлін әшкерелеп, патша жарлығын орындамауға шақырды. Ол 1916 жылы тамызда революциялық қызметі үшін қамауға алынып, түрмеде ақпан төңкерісіне дейін отырды. Жетісудағы көтеріліске қарсы патша үкіметі жазалау экспедициясын жіберді. Ол 14 батальон, 33 жүздік, 42 зеңбірек, 97 пулемет командасынан құралды. Түркістан өлкесінде 347 адам атылды, 168 адам жер аударылды. 1916 жылы қазанда патша әскерлері қырғыздарды көшіру туралы шешімі шықты. Пішпек, Пржевальскі, Жанкент өздеріндегі шұрай жердің 2.510.360 десятинасы тартып алынды. Жетісудағы 238 мыңнан астам қазақтар мен қырғыздар
жазалаушылардың қудалауымен Қытайға өтіп кетті. 37.355 қазақ отбасылары құнарсыз таулы аймаққа немесе Балқаш маңындағы шөлді далаға қуылды. Жетісу көтерілісшілері патша әскеріне табандылықпен қарсылық көрсетті. Бірақ күш тең болмағандықтан жеңілді. Көтеріліс жетекшілерінің бірі Бекболат Әшекеев бейбіт халықты ойрандаудан, көтерілісшілерді жазалаудан құтқару мақсатымен үкімет органдарына өз еркімен берілді. 1916 жылы 9 қыркүйекте жазалаушылар Бекболатты Боралдай асуында дарға асты. Жәрмеңке Мәметов абақтыға қамалып, 12 басшысымен бірге азаптап өлтірілді. Пржевальскіде Қытай азаматтығын алған 400 адам қаза тапты. 1916 жылы қазан айында Жетісу көтерілісі талқандалды. Жалпы көтерілістің зардаптарына тоқталатын болсақ, Жетісу губерниясы 53 мың шаруашылыққа кеміді. Мал азайып, 3/1 бөлігі ғана қалды. Көптеген бейкүнә адамдар жазаланып атылды. Торғай көтерілісінің ерекшелігі тоқталатын болсақ, көтеріліс табанды болып, бұл ұзаққа созылды. Билік көтерілісшілердің қолынан көшіп, бір орталықтан жүргізілді. Басқарудың тәртіпке келтіруге жүйесі болды. 1916 жылы қыркүйекте көтерілісшілер саны 20 мыңға жетіп, 26 қарашада 50 мыңға дейін жетті деген деректер бар. 1916 жылы 22 қазанда Амангелді Иманов бастаған басшылықпен 15 мың көтерілісші Торғай қаласын қоршады. Оған қарсы генерал Лаврентьевтің 9 мың адамдық жазалаушы тобы жіберілді. Көтеріліс басшыларының бірі Сардар Амангелді Иманов өзіндік тактика қолданды. Ұйымдаспаған көтерілісшілерден жүйелі әрі тәртіпті әскери жүйе құра білді. Қару өнімдерін ұйымдастырды. Көтерілісшілерді әскери өнеріне үйретті. Көтерілісшілерді азық-түлікпен, аттармен қамтамасыз етіп, тыл қызметін ұйымдастырды. Мергендер жасақтарын құрды. Партизандық қимыл әдісін қолдана білді. Амангелді Торғай, Қостанай, Ырғыз, Ақтөбе уездерінің, Ішінара, Сырдария, Ақмола, Семей облыстарының көтерілісшілерінің басын біріктіре білді. Негізгі шайқастар жалпы Татар, Шошқалы Қопа, Күйік Қопа, Жоғал Үрпек, Ашыған маңында жүргізілді. Жалпы Торғай жерінде көтеріліс ақпанға төңкерісіне дейін созылды. 1917 жылы қазан төңкерісімен қатар талқандалып жеңіліске ұшырады. Салдарынан 3 мың адам жауапқа тартылды, оның 201 өлім жазасына кесілді, 162-сі каторгаға айдалды, жүздеген ауылда тоналып өртелді, жазықсыз адамдар атылды. Көтерілістің жеңіл себептеріне тоқтала кетсек, бұл жалпы көтеріліс бытыраңқылық болды. Бүкіл қазақ жерінде, Орта Азия даласында әр жерде әр қолбасшы, басшының стихиялық түрде ұйымдастыруымен көтеріліс жүргізілді. Әскери қарудың жеткіліксіздігі. Көтерілісші шаруа қолөнершілердің қолдарында әскери қару-жарақ жоқ болған болатын. Ал патша әскері зеңбіректермен, винтовкалармен қаруланды. Сонымен қатар көтерілістің шегінуінің тағы бір себебі бұл ру аралық тартыстар, қақтығыстар болды. Ауызбіршілік болмады. Жергілікті халық пен қоныстанушылар арасындағы қайшылықтар да бұл көтерілістің жеңілуіне өз себебін тигізді. Ұлттық демократиялық зиялылар қатарында бірліктің болмауы. Бағана атап өткенімізде қазақ зиялылар жалпы 3 топқа бөлінді. Қазақ феодалдарының сатқындығы да бұл көтерілістің жеңілуіне өз ықпалын тигізді. Жалпы 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің тарихи маңызына тоқтала кетсек, қазақ халқының таптық санасы өсті. Қазақстан халықтар ұлттық мүдделерінің ортақтығын ұғынды. Қозғалыс барысында үкімет құрылымы, қарулы күштер, басқару аппараты құрылды. Ресей империясында азаттық күрестің шырқау шыңы болды. Әлихан Бөкейханов қазақ қырғыз осы көтерілісте көп адамын өлтіріп, шаруасын күйзелтсе де, келешекке қандай ел екенін білдірді деп атап айтып кетті. Бүгінгі жаңа тақырыбымыз осы. Енді үй тапсырмасына тоқтала кетсек, Қазақстанда 1916 ұлт-азаттық көтеріліс тақырыбында эссе жазу, осы тақырып төңірегінде тест тапсырмасын жасау, сонымен қатар қазақ жерінде болған көтерілістермен салыстырып сипаттама берілді. Естеріңізге сала кетсем, бұған дейін қазақ жерінде үлкен көтерілістер болып өткен болатын.
олардың кейбіріне тоқталсақ, Сырым Датұлы бастаған көтеріліс, Кенесары Қасымов бастаған көтеріліс, Исатай мен Махамбет бастаған көтеріліс сияқты біршама ауқымды көтерілістермен салыстыра отырып сипаттама беріңіздер. Бүгінгі сабағымыз осы. Жақсы, сау болыңыздар.